Қандай жоспарларыңыз бар? Осылай келесіздер, депутаттарға жауапты бересіздер, кетесіздер. Өсіп жатқан өнім жоқ, өсіп жатқан салық жоқ, өсіп жатқан ұлттық қор жоқ, өсіп жатқан ішкі өнім жоқ. Не жасап жүрсіздер сіздер? Квази мемлекеттік компаниялар 3 триллион дивиденд алады, таза табыс. Оның ішінде самұрық-қазына 1,9, 1 триллиондай қалғандары. Бұнда да біз жаңа ұсыныс бердік, 100% бюджетке аударсын деп. Сіздерге ақша жетпей жатыр ғой. Келіспедіңіздер, 70-те 30-ға түстік, одан 50-ге түстік. Оған да келіспей отырсыздар. Неге? Біз бюджетті толтырамын деп сондай ұсыныс береміз депутаттар, а сіздер бәріңіз қарсы боласыздар үкімет. Склярға вопрос. Неше жыл болды сіз деген осы өндірісті, ауыл шаруашылықта курировать етіп отырсыздар. Ешқандай өсім жоқ. Мұнай құлап баратыр. Ешқандай жаңағы переработка жоқ практически. Не істеп отырсыздар сіздер? Қалай бюджет толтырасыздар? Басқа қалай толтырамыз? Шикізатпен біз толтыра алмаймыз ғой, ішкі жаңағы ұлттық қорды. Ішкі жалпы өнімді өсіре алмаймыз ғой. Жалпы енді бұл жерде де самұрық қазына болсын, оның енді ірі жобалары бар, біз соларды қаржыландыруға оларға өз ақшалары да керек. Bir жағынан, екінші жағынан олар өздеріңіз білесіздер, басқа да жаңағы шығыстарды, әлеуметтік жобаларды қаржыландырып отырсыз. Новые предприятия, новые экспортные возможности, которые у нас появляются, они очевидны, это происходит во всех областях. Мы создаем новые рабочие места за счет средств квазигосударственного сектора, фонда развития промышленности в частности. Мы активно проводим данную работу.